Баршаңызға сәлем құрметтілерім. Бүгін сіздермен қысқа сақтауға арналған компот жасаймыз. Қыс кезінде ешқандай напитка сатып алмайтын боласыз. Видеоның соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Және де жаңа видео рецепттерді жіберіп алмау үшін қоңыраушаның үстін басып, каналға жазылып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен банканы жақсылап ас содасын қосып, жуып шайып алдым. Содан соң қайнаған суды банкаға құйып шайқаймыз. Қазір буға қойған кезде сынып кетпеуі үшін. Қайнаған суды құйған кезде де аз-аздап құю қажет. Бірден құятын болсақ, ыдысымыз сынып кетуі мүмкін. Осылай шайнекке суды қайнатып, қақпағын ашып, үстіне банка құлап кетпейтіндей етіп орналастырып, 5-10 минут булаймыз, яғни стерилизовать етеміз. Банкаларымызды дайындап алдық. Алдын ала лимон, апельсинді кесіп дайындап қойдым. Шие мен таңқурайды да жуып алдық. Енді банкаға 2 бокал таңқурай, 3 бокал шие, апельсиннің 3 тілімін, лимонның 2 тілімін саламыз. Сосын үстіне қайнаған су құйып, қақпағын жауып 20-25 минутқа қалдырамыз. (20-25 минут уақытымыз өткен соң, жаңағы банкадағы суды ыдысқа құйып, жақсылап тағы да қайнатамыз. Қарап отырсаңыздар, өзінің жаңағы қызғылт түсті бояуы шықты. Осы судың үстіне малина дәмі бар желе қосамыз. Кейін біздің компотымыз қатты сұйық емес, орташа қоюлықта болуы үшін. Сосын салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Әр банкаға 1 литріне 100 грамм қанттан, яғни менде мына жерде 3 литр банка 300 грамм қанттан салып шығамыз. Біздің де жаңағы суымыз әдемі болып қайнап жатыр екен. Енді осы суымызды банкілерімізге жақсылап құйып шығамыз. Банкамызды жауатын крышкаларымызды осылай қайнаған суда жақсылап стерилизовать етеміз. Одан кейін банканы жауатын кезде осылай столдың үстіне қойып алдым орындыққа, себебі біздің салмағымыз қатты түсетіндей болу керек. Қолымызбен басып тұруымыз керек, банкамыз қимылдамауы қажет. Сол кезде әдемі жабылады банкалар. Жауып болғаннан кейін осылай қолмен тексеріп аламыз. Осындай жылы покрывало немесе одеяланы алып, банкаларды қақпағын төмен қаратып осылай төңкеріп қоямыз. Сосын үстін жылы етіп жауып тастаймыз. 1-2 күн тұрғаннан кейін өздеріңіздің қоятын жерлеріңізге қоя берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, басқа чаттарда, WhatsApp'та немесе Instagram'да, TikTok'та осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұдан да басқа өте қажетті рецепттер болады алда. Қош сау болыңыздар.